1935 жылдың 28 қарашасында Қазақ жазирасының батысындағы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ ауылында дүниеге келген Жұмекен Нәжмеденов күллі қазақтың маңдайына біткен шоқ жұлдызы еді. Ақынның небәрі 21 жасында шығарған «Менің Қазақстаным» өлеңі Қазақстан әнұранына айналуы соның айқын дәлелі. Өлшеулі ғұмырында қазақ прозасына өлшеусіз үлес қосқан ақынның өлеңдерінен өзге романдары да жарық көрді. Нәжмеденов 47 жасында өмірден өтті. Қарашада «Қазағым» деп дүниеге келген ақынды осы бір сәт еске алайық. Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті Жұмекен Нәжмеденов деген жас қазақтың талантты ақын еді. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын ек, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстаным деген сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Тайған ақтап із секілді мұздағы, бірақ кейде қателестік біздағы. Тау мен сайдың арасына дес бермей, төбелердің өсетінін ескермей. Байғыздың да аңсауы бар екенін, бұлбұлдың да жемсауы бар екенін, ақылдың да ажалы бар екенін, бақырдың да базары бар екенін ұмыттық біз. Әділеттен үміт қып, әділеттің өзін кейде ұмыттық. Жақсылардан еңбек күтіп, тер күтіп, жалқауларды алдық біраз кергітіп.